Кішкене балалар, бүгінгі біздің сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал жасап алайық. Амандасып алайық. Келесі. Кім таңдайды? Неше? 5. Келесі. Амандасып бақымыз. Келесі. Жәмил, неше жеді? Тағы? Енді жоғалды кім? Кім? Нұрбек. Ал. Кім? Түріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына бағалайтын боламыз. Тарихи деген ол сол заманда қандай оқиға болды, ал енді көркемдік құндылығы деген ол шығарманы оқи отырып қандай құндылықты игерді. Осы тақырыпты, осы мақсат бойынша бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Әркім өзі дескриптивті талдап отырады, өзіне түртіп отырады. Мына жерде сіздер тұлғаны таны. Дескриптивті қарасаңыздар, тұлғаны анықтайды, екі тұлғаны және байланысын табады. Кім айтады? Абылайханның кеңесшісі болған. 18-ші ғасырдағы бір бөлімнің кеңесшісі болған кезде Мұқа жырау Абылайханға өзінің тұлғаларына арнап өзінің сендіріп отырған. Абылай хандық құрған кезде кім болған екен? Мұқа жырау кеңесші, ақылшысы болған екен. Жас тікерді аштық, бүгінгі жазайық. Бүгін қазанның 17-сі. Мұқар Қалқаманұлы Тілек Тұлғалы. Мұқар Қалқаман. Оқиға. Бірінші тілек тілеңіз. Осыны жаннан салынның. Тіліне еріп баспасын. Екінші тілек тілеңіз. Ардақтаған аяулым. Өзіне басқа бір жанға. Тегін олжа болмасқа. Үшінші тілек тілеңіз. Желкін деген қол келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан да сасып тұрмасқа. Төртінші тілек тілеңіз. Омыртқасы үзіліп, аязды күнде айналған, құсағын кеңіткен, тас емшегін жіліккен, анан бір аңырап қалмасқа. Бұл жерде ел бірлігін естен, тәуелсіздігін қымбат екенін айтқысы келген. Жақсы отыра ғой. Енді балалар қазір тілек деген өлеңін бір елге тілек өлеңін бір тыңдап жіберейік. Мансабым жоқ деп мұңайма бала, күрсіне бермей күл айналаны. Қазақтың бәрі құл болсын, құлқын емес Құдайға ғана. Тарихты жастар тасыңда таңап, анаммен келген асылдағаны. Қазақтың тілі тоғранылмасын, қазан ошақтың қасында ғана. Еңсеңді тікте, еңбек алдан, шалына басын, еңбек бабам, дос десең бірақ, бүгініп тұрсын, көк байрағымда сүйгенді ғана. Еңсеңді тікте, именде бала, шалына басын, игенде бала, дос десең бірақ, бүгініп тұрсын, көк байрағымда сүйгенде ғана. Жақсы, осы жерге дейін шығарманың екі өлеңді салыстыру арқылы тарихи және көркемдік құндылығын анықтайық. Жұппен жұмыс жасаймыз, жұп болып жұмыс жасаймыз. Жұппен бірге ақылдасып отырып талдайсыздар. Бізге құндылыққа негіздеп, қайтадан өлең жолдары арқылы беріп отыр. Не істеу керектерін айтылған ба бұл жерде? Не істеу керексіңдер? Әркімге бір қол болмай, бір Алланы біліңіздер дейді. Өз тіліңізді, еліңізді әр азамат не істесін деп тұр? Қорғаңдар дейді. Құндылық не?
елді қорғау, тілін қорғау, дінін қорғау болып тұр балалар. Жақсы, уақыт аяқталды. Дәуір шында 18 ғасырдағы ел өмірін бейнелейді. Бірлік идеясы тәуелсіздік пен тыныштықты сақтау, тарихи сабастық абырой дәуірінің идеясын жалғайды. Елге тілек әннің тарихи құндылығы. Елге тілек айтылған, біз не істеу керектігіміз туралы айтылған, елін қорғау, дінін қорғау туралы айтылған. Жақсы. Тарихи құндылығы бұл жерде тәуелсіздіктен кейінгі жастарға не істеп тұр? Тәуелсіздік оқиғасынан кейінгі жастарды дінін, ділін, тілін сақтауға шақырып тұр. Жақсы, келесі. Жыраудың тілек толғауындағы көркемдік құндылығы тек қана бір пиғыл жаман адамдардың сөзін ермеуге, және де 5 уақыт намазын біреуі қалып қалмауға айтады. Ал елге тілек әнінде тек қана бір Аллаға құл болғанды, және де тілге және де елге құрмет әрқашан қойылады. Құндылық сонда бұл жерде Бұқар жыраудағы тілек өлеңіндегі құндылық не? Жаман адамдардың сөзін ермеуге, бір Аллаға ғана сыйынуды айтады. Ал көркемдік елге тілек әннің көркемдік құндылығы тілге және де елге құрметті әрқашан білдіріледі. Жақсы, құндылық бұл жерде ауыз біршілікке шақыру екен. Жақсы, отыра қойыңыздар. Тағы да Інжу, Нұрәли. Дәуір шындығы 18 ғасырдағы ел өмірін бейнелейді. Бірлік идеясы тәуелсіздік пен тыныштықты сақтау, рухани айна халықтың мінезін, философиясын көрсетеді. Жақсы. Көркемдік құндылығы елдің бірлігі сақтау, тілге құрмет, елге құрмет. Жақсы, тілге, елге деген құрметті сақтау дейді. Жақсы, отыра қойыңыздар. Кіреттір, өлең оқыды, тек қана кім? Айзере. Салыстырды, барлығын салыстырып жатсыздар. Тарихи құндылығына баға беріп жатсыздар. Көркемдік құндылығын анықтап жатырсыздар. Өз ойларыңызды дәлелдеп жатырсыздар. Бұның барлығы сіздерде. Өз ойын дәлелдеп айтқан адам ғана бір балды қояды. Түсінікті ме? Талдап айтқан адам ғана. Ал жазғандар ол өз ойын дәлелдеп айтқан жоқсыздар. Түсінікті ме? Бағалап отырамыз өзімізді. Келесі. Екінші тапсырма. Бұл жерде ақын өлеңіндегі, Бұқар жыраудың тілек өлеңіндегі кездесетін қазіргі құндылықтар. Кластер әдісі арқылы құндылықтарды жазамыз. Қазіргі кезде кездесіп жатқан. Жалпы балл 3 балл болады. Сөздер мен сөз тіркестерін жазасыздар. Тірек сөздерге талдау жасайсыз, құндылықтарды анықтайды. Жақсы, кеттік, дәптермен жұмыс жасаймыз қайтадан. Қазіргі кезде бар ма? Бірлік, ауызбіршілік деген бар ма? Иә. Ынтымақ бар ма? Бірлік бар ма? Өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Татулық бар ма? Сыйластық бар ма? Соны қазір. Ынтымақ, сыйластық, татулық, бірлік, ауызбіршілік, құрметтеу. Жақсы, тілек өлеңінде айтылған құндылықтар қазіргі кезде де өз құндылығын естеген жоқ. Жоғалтқан жоқ. Келісесіздер ме? Жақсы, ал. Так, Ерсұлтан, тұра орныңызда. Ерсұлтан, даусыңызды шығарып. Қандай құндылықтар бар? Құндылықтар бірлік, тәуелсіздік, ауызбіршілік. Бірлік, тәуелсіздік, ауызбіршілік. Жақсы. Еркебұлат айтам дейді. Жақсы. Құндылықтар ел бірлігі, ынтымақ, бірлік, сыйластық, тәуелсіздік, ана тілін сыйлау. Ана тіліне құрмет сыйлау дейді. Жақсы, Малика. Құндылықтар бірлік, сыйластық, құрмет, ауызбіршілік, татулық. Жақсы. Тағы да кімде өзгеше құндылық бар екен? Жанел. Ақын өлеңінде кездесетін қазіргі құндылықтар: бірлік, ауызбіршілік, ынтымақтық, ұйымшылдық, құрметтілік, сыйластық және тәуелсіздік. Жақсы, жарайсың. Так, мөлдір оқиға. Құндылықтар бірлік, тәуелсіздік, ынтымақтастық, жаман заманнан аулақ болу.
құрмет, кішіпейілдік, бейбітшілік. Бейбітшілік. Жақсы, Шыңғыс. Құндылықтар ауызбіршілік, тәуелсіздік, құрмет, сыйластық, татулық, бірлік. Жақсы. Сонда қазіргі заманда тілек өлеңінде айтып кеткен құндылықтардың барлығы қазіргі кезде не істеп жатыр? Сақталып жатыр ма? Сақталып жатыр екен. Өзімізді бағалаймыз дескриптормен. Бағалаймыз. Өзімізді бағалап отырамыз міндетті түрде. Енді бүгінгі сабақта сіздерге кері байланыс алайық. 3Q деген әдісі. Нұрали, Заманбек Нұрали, не қиын болды? Қиын болған жоқ дейді. Жақсы. Жанерке, не қызық болды? Бұқар жырау мен Абылай ханның екеуін Салыстырған дейді. Жақсы. Келесі. Қажет. Құндылықтардың қажет екенін білдің. Жақсы, тағы да бір оқушы осы қиын, қызық, қажет дегенге талдау жасап берсе. Бір оқушы ғана. Асылым тұрағы. Ең бірінші қиыны ол екі тілек толғауын салыстыруда, себебі бұрынғысы тәуелсіздік алмай тұрып болған, ал екіншісі тәуелсіздік алғаннан кейін болды. Қызығы екеуін салыстырған кезде, себебі екі тілек толғауы да өзгеше, көркемдік құндылықтары да басқаша. Ал қажеті осы тілек толғауындағы құндылықтарды білу. Білу деп ойлайсың. Жақсы. Енді балалар әркім өзіне кері байланыс беріп бағаларын айтып өтсін. Бүгінгі сабақта 10 балдық жүйе арқылы кім қанша бал алды? Бағалаңыздар өздеріңізді. Есептеңіздер. Кім айтады? Сабақ айтқан оқушылар, қатысқан оқушылар. Так, айтады. Қалтап айтады. Кім айтады? Інжу айтады. Бірінші тапсырмада 2 балдық жүйемен, 2 балды алдың сосын? Екінші тапсырмада тарихи құндылығы мен көркемдік құндылығын табу арқылы 5 бал алған болатын. 5 бал алды. Қалған екінші тапсырмада құндылықтар жазуға 3 бал алған. Жақсы. Неге 9 бал? Неге 10 бал емес? Жақсы. Кім тағы да бағалайды? Себебі мен ауызша тұрып айтқан жоқпын. Тек қана орнымнан тұрып кері байланыс бермедім, бірақ тапсырманың барлығын не істедің? Жазып, орындап отырдың. Ал Айсере? Бірінші тапсырмада тарихи құндылықтары және де тілек толғауының көркемдік құндылықтарын жазу арқылы мен 5 бал алдым. Ал екінші тапсырмада құндылықтарды жазып, бірақ айтамасам да 3 бал алдым деп ойлаймын. Жаздым деп, талдадым деп, өзіме 3 балды қойдым. Жалпы бал қанша болды сонымен? 9 балмен бағалады. Жақсы балалар. Рахмет. Енді үйге тапсырма алыңыздар. Балалар, қорытындылай келе, тілек толғауы қазақ халқының рухани айнасы екенін біліп жүрсін деп, тілек толғауын сіздерге оқуға берген екен. Қазіргі құндылықтар не кездеседі екен? Қазіргі құндылықтардың ішінде бірлік пен татулық, ұлт амандығы мен берекесі кездеседі екен. Сонда бүгінгі сіздердің сабақтарыңыз арқылы үй тапсырмасы эссе болады. Не деп аламыз эссенің тақырыбын? Тілек толғауындағы қазақ халқының рухани құндылықтарының айнасы деп эссе аламыз. Түсінікті ме? Үйге тапсырма эссе жазу.